Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы металдардағы электр тоғы. Балалар, сабағымыздың негізгі мақсаты электр тоғын тасымалдайтын бөлшектер туралы білу, анықтама алу, және де металл өткізгіш бойынан өтетін электр тоғының күшінің формуласын білу және қолдану. Металдың температурасы артса, оның кедергісі қалай өзгеретіндігін талдай отырып, формула арқылы түсіндіру. Жалпы балалар, электр тоғы дегеніміз не? Электр тоғы деген ұғыммен біз 8-ші сыныптан бері таныспыз, сендермен. Электр тоғы дегеніміз ол зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы болатын. Зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысын біз электр тізбегінде бақылайтынбыз. Электр тізбегі дегеніміз тоқ көзінен, жалғағыш сымдардан және электр тұтынушыларынан құралған тізбек электр тізбегі деп аталатын. Ондағы өткізгіштер жайлы біз өткен болатынбыз, яғни реостат, резистор сияқты өткізгіштермен біз танысқанбыз. Біз оларды қолданған кезде электр тоғына, мысалы реостатты қолданған кезде электр тоғына кедергі жасай алу қабілеті бар. Электр тоғын реттеп отыратын құрал деп танысқанбыз, реостатпен. Сол сияқты балалар, бүгінгі сабақта біз осы өткізгіштерде электр тоғы қалай таралады екен, соны бастамақпыз. Яғни өткізгіштер, оның ішінде әртүрлі ортада, оның ішінде металдардағы электр тоғын тасымалдаушы бөлшектерге тоқталып отырмыз. Балалар, металдардағы электр тоғын тасымалдаушы бөлшек ол еркін электрондар. Жаттап аламыз. Олардың концентрациясы үлкен болады және металл атомдарының концентрациясымен бір ретті болады. Металдар электр өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясының негізінде келесі тұжырымдар жатады. Металдар еркін электрондар өздерін идеал газ молекулалар тәрізді ұстайды. Электрондық газ идеал газ заңдарына бағынады. Ретсіз қозғалыс кезінде еркін электрондар өзара соқтығыспайды. Идеал газ молекулалар тәрізді олар кристалдық торлардың иондарымен соқтығысады. Электрондар иондармен соқтығысқанда өздерінің кинетикалық энергиясын толығымен береді екен. Металдардағы электрондардың реттелген қозғалысының орташа жылдамдығы V өткізгіштің белгі нүктесіндегі электр өрісінің кернеулігіне пропорционал болады екен. Яғни бұл пропорционалдық формуланы балалар қайдан алуға болады? 8-ші класста сендермен кернеулік деген, электр өрісінің кернеулігі деген физикалық шамамен танысқанбыз. Ермен белгіленетін өлшем бірлігі вольт бөлінген метр, немесе ньютон бөлу кулон. Кернеуліктің сәйкесінше U бөлінген D формуласы бар болатын, естеріңде болса. Кернеуліктің U бөлінген D формуласы және де кернеуліктің естеріңде болса, электр өрісіндегі зарядтардың арасындағы күшті кернеулік арқылы өрнектесек, F-Q-E формуласы болады. Осы формуладан кернеулікті анықтасақ, F бөлінген Q формуласын алсақ болады. Енді, балалар, осы формуладан, яғни мына электр өрісіндегі зарядтардың арасындағы күшті есептеу формуласын F тең MA формуласымен теңестіріп, үдеудің орнына, үдеуді біз бұрынғы біліміміз арқылы жылдамдық және уақытпен өрнектесек, осы формуладан біз металдардағы электрондардың реттелген қозғалысының орташа жылдамдығының формуласын қорытып шығара алады екенбіз. Яғни, мына жердегі формуладан фоны табатын болсақ, үлкен уақыт және де масса. Мұндағы балалар кішкентай деп отырғанымыз, бұл еркін электрондар деп тұр ғой. Яғни электрондардың тұрақты заряды. Естеріңде болса,
1,6, оның -19 дәрежесі кулон болатын. Бұл тұрақты шама. Есептер шығару барысында бұл берілмейді есептерде, оны біз өзіміз біліп жазады екенбіз. Яғни электрондардың заряды 1,6, оның -19 дәрежесі кулонға тең, минусы бар алдында. Енді мына формула, бұл да екі формула бірдей балар, бірақ мына жерде орташа жылдамдықты анықтаңдар десе, онда төменгі жағында бөлшекте 2 индексі тұрады. 2 коэффициенті тұрады. Так, екі формуланың айырмашылығы сонда. Мынауда Т балар уақыт, Е дегеніміз кернеулік, кішкентай Енің орнына балар Q ала берсеңдер болады. Кішкентай Енің орнына Q, Е деп белгілеп қойып ала берсеңдер де болады, ол да дұрыс болады. Яғни ол заряд екен. Одан кейін есептер шығару барысында егер масса берілмей қалатын болса, онда электрондар деп тұратын болса, электронның тұрақты массасын аламыз балар. Электронның массасы 9,1. Оның -31 дәрежесі килограмм. Бұл тұрақты сандардың барлығын жаттаймыз балар. 9,1, оның -31 дәрежесі килограмм. Электронның тұрақты массасы екен балар. Міне, металдардағы электрондардың реттелген қозғалысының жылдамдығы және орташа жылдамдығын есептеу формуласын біз сендермен қорытып шығардық. Осылардың барлығын дәптерге жазамыз. Енді тағы бір қайталай кететін жағдай болар. Металдардан тоқ өткен кездегі бөлінетін жылу мөлшерін қалай есептейміз деген. Яғни ол жылу мөлшерін есептеу үшін біз Джоуль-Ленц заңының формуласын қолданады екенбіз. Джоуль-Ленц заңының формуласы естеріңде болатын болса, Q тең деп басталады. Яғни жылу мөлшері тоқ күшінің квадратына кедергіге тура пропорционал. I квадрат RT. Бұл балар Джоуль-Ленц заңы. Бұны да қайталап жазып алсаңдар болады. Мұндағы Q дегеніміз ол жылу мөлшері. Қандай жылу мөлшері деген кезде, металдардан тоқ өткен кездегі бөлінетін жылу мөлшері. Джоуль-Ленц заңы. Өлшем бірлігі, жылу мөлшерінің өлшем бірлігі джоуль екен білесіңдер балар. I дегеніміз ол тоқ күші, өлшем бірлігі ампер. R дегеніміз кедергі, кедергінің өлшем бірлігі 10, Т дегеніміз уақыт, өлшем бірлігі секунд. Балалар, негізгі формуланы ғана жазамыз, түрлендіру формуласын жазбаймыз. Есептер шығару барысында өзіміз қорытып шығарамыз. Одан кейінгі бізге қайталау керек формула балалар. Бізге қайталау керек формула тоқ күшінің мына формуласын есімізге түсірейік. Тоқ күшінің негізгі формуласы балалар I тең болады Q бөлінген Т формуласы. Балалар, осы формуладан мына формуламен де 8-ші класста танысқансыңдар. Яғни толық зарядты анықтау үшін біз бір зарядты, сол бөлшектегі зарядтар санына көбейтетінбіз. Осы формулаға қойсақ, және де молекулалық физикада бізде заряд саны немесе молекула санын анықтау үшін N-нің орнына молекула шоғыры және көлемді көбейтетін осындай формула бар. Бұл формуланы мұқият жазып аламыз. Мына жердегі балалар. Кішкентай N дегеніміз мынау заряд саны. Жазып аламыз. Өлшем бірлік жоқ. Мына жерде кішкентай N бұл молекула концентрациясы, немесе молекула шоғыры десе де болады. Өлшем бірлік балалар метрдің -3 дәрежесі. Бұл шаманы дұрыстап мұқият жазып аламыз. Молекула концентрациясы, өлшем бірлік метрдің -3 дәрежесі. Яғни байқап қарасаңдар, көлемнің өлшем бірлігіне кері жүреді. Енді мына көлемді білеміз, ол
В көлем, өлшем бірлік, көлемнің өлшем бірлігі метр куб екенін білеміз, иә? Көлемнің өлшем бірлігі метр куб. Ары қарай кеттік. Енді көлемді балалар біз ауданы және ұзындығы арқылы өрнектесек болады. Яғни көлемді В тең болады S көбейту L формасымен өрнектесек болады. Сонда бізде формамыз қазір тағы да өзгереді. Бөлімі қала береді. Т. Q0. Q0 дегеніміз ол бір зарядтың, бір молекуланың заряды балалар. Бір молекуланың заряды N дегеніміз ол молекула шоғыры. Көлемді S көбейту L формасымен өрнектедік. Енді бұл өрнектен біз нені шығаруға болады бізге? Мына жердегі L-дің Т-ға қатынасы балалар бізде жылдамдықты береді. Сонда бізде мынандай форма шығады екен. Тоқ күшінің Q0 N S V формуласы шығады. Балалар бұл тоқ күшінің формуласы. Бұл формуланы мұқият жазып аламыз. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы егер орында сол арқылы шығару керек болса, сол формуламен де шығарамыз. Мына формулалар қажет болатын болса, осы формулалармен есептерімізді шығарады екенбіз. Осы формуланың барлығын қалай шыққандығын мынаны дұрыстап жазып аламыз балалар. Мына жерде бұл жылдамдық. Жазып болғаннан кейін енді біз кедергінің температураға тәуелділік формуласын қайталап алайық. Кедергінің температураға тәуелділік формуласы бар. Мына жердегі мәліметтермен танысып аласыңдар өздерің балалар, видеоны тоқтату арқылы. Оқулық бойынша да жұмыс жасаймыз. Ғалымдардың жасаған эксперимент тәжірибелерімен де танысып аламыз. Енді металл өткізгіштің кедергісінің температураға тәуелділік формуласын кішкене қайталап алайық балалар. R тең болады R0, бір қосу альфа Т. Бұл формула бізге таныс. 8-ші класста өткенбіз. Кедергінің температураға тәуелділік формуласы. Кедергінің өлшем бірлігі естеріңде болса Ом. Кедергі өлшем бірлігі Ом. R0 деген өткізгіштің 0 градустағы кедергісі. Ол да өлшем бірлігі, оның да өлшем бірлігі Ом. Дельта Т ол температура болатын болса, градус Цельсийда алынған. Альфа дегеніміз ол кедергінің температуралық коэффициенті. Естеріңде болса. Және де балалар тура дәл осы формулаға ұқсайтын мынадай формула бар болатын. Ро тең болады. Дәл осы форма тек R-дің орнына роны қоятынбыз. Енді бұл жердегі ро дегеніміз не? Ро тең болады Ро0. Жақшаның ішінде бір қосылған альфа Т. Балалар естеріңде болса, ро дегеніміз ол өткізгіштің меншікті кедергісі. Меншікті кедергі. Тұрақты шама бар болатын. Естеріңде болса, кестеде өзі беріліп тұратын. Енді берілмей қалса, есепте формуласы бар. Оны да қазір жазамыз. Меншікті кедергі. Меншікті кедергінің өлшем бірлігі балалар Ом көбейту метр. Естеріңде болса. Ом көбейту метр. Ро0 дегеніміз не? Ро0 дегеніміз мына R0-ді қалай айтасыңдар, тура солай айтамыз. Бұл өткізгіштің 0 градустағы меншікті кедергісі. Жай кедергі емес, меншікті кедергісі деп айтамыз. Яғни, балалар, бұл формуланы да қайталап жазып отырмыз. Қазір енді ро берілмей қалса, біз оны мына формула арқылы анықтай аламыз. Бұл формуланы естеріңе түсіріп жаза кетейін. Яғни кедергінің ро-Л бөлінген S формуласы бар. Осы формуладан түрлендіріп, роны тапсаңдар болады. Егер кедергі беріліп тұрса. Металл өткізгіштің кедергісінің формуласы R
кедергі ро меншікті кедергі L ұзындық сол өткізгіштің S деген ол аудан. Так, S деген аудан. Осы формулалардың барлығын балалар жазып аламыз дәптерге. Және де балалар енді бір формула қалды қайталап кететін, ол мына есепті шығару барысында қажетті негізгі формула. Так, бірінші, екінші, үшінші формула шығара аламыз. Металл өткізгіштің тығыздығы. Так. Майкл Фарадей формуласы балар. Бұл формуламен де таныссыңдар. Естеріңе түсіру мақсатында мен жаза кетейін. М тең И К Т. М дегеніміз масса, И ток күші, Т уақыт, К дегеніміз ол электрохимиялық эквивалент. К дегеніміз электрохимиялық эквивалент. Өлшем бірлігі балалар килограмм бөлінген кулон. Бұл формуламен алдағы сабақта да дұрыстап танысамыз. Қайталау мақсатында. Одан кейін балалар мына жерде И көбейту Т деген бізде зарядты беріп тұр. Заряд көбейту К деп жазсаңдар да болады. Дәл осы формуланы екінші түрде осылай жазсаңдар болады. Формулалардың барлығын жазып болғаннан кейін балалар мына 4 есептің тек 3-еуін ғана шығарамыз. 3 есепті шығарып, маған WhatsApp-қа жекеге жібереміз. Енді бұл есептерді кішкене түсіндіре кетейін. Өткізгіштегі ток күші, уақыт берілген, электрондардың массасы. Ток күші берілген, уақыт берілген, және де массаны табу керек. Оны табу үшін мына формуланы қолдансаңдар болады. Бірінші формуланы, осы жерде тұрған формуланы. Екінші есеп, бұл бізде ток күші және уақыт берілген, қанша электрон өтеді. Электрон дегенде міне заряд берілмеген, жаңағы электронның тұрақты зарядын жазасыңдар. Ал енді ток күшінің негізгі формуласы А тең болады Q бөлінген Т. Осы формуланың алдына N-ді қоя саласыңдар. Сол кезде бізде балалар қанша электрон өтетіндігі, яғни N-ді табасыңдар осы формула арқылы. Үшінші есепті де шығара аламыз балалар, жаңағы жазылған формулаларды қарай отырып. Сонымен балалар сабағымызды аяқтаймыз. Тақырыпқа байланысты сұрақтарың, формулаларға байланысты сұрақтарың болса, маған жекеге ашып жазамыз. Және де параграф 35, 152-ші бет тақырыппен толықтай танысамыз, оқулықпен жұмыс жасаймыз және есептерді жібереміз балалар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.